Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Сағыныш. Бүгін жаңа жылдық мерекелік дастарханға арналған тіске басарлар мен салат, пирог және қағаз майлықты әдемі орау тәсілін сіздерге ұсынатын боламын. Алдымен салатымызды дайындаймыз, барлығын үкіштен өткіземіз. Барлық қоспалар видеоның астында жазылған. Бізге піскен свекла мен сәбіз барлығын үкіштен өткіздік және ас көк туралған. Үлкенірек ыдысымызға жұмыртқаны, тауық етін, қатты ірімшікті және картопты салып, дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы араластырған салатымызды қолымыздың көмегімен осылай домалақтап, шариктер жасап шығамыз. Достар, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді осы салат шариктарымызды үкіштен өткізілген сәбізге салып, аунатып, осылай барлығын сыртын жауып шығамыз. Енді үкіштен өткізілген свеклаға да осылай салып, аунатып, сыртының барлығын осылай тегістейміз. Келесі ұсақталып туралған ас көкке де осылай домалатып, бір тегістеп аламыз. Міне осындай өте дәмді және өте ыңғайлы дастарханның сәнін ашатын салатымыз дайын. Енді тіске басарды дайындаймыз. Дастарханда өте әдемі, сәнін ашып тұратын және жегенге де ыңғайлы. Дүкеннің дайын слоеный тестасын алып, осылай жайып шығамыз. Қамырымыздың үстіне үлкен ас қасықты қойып, жиегін айналдыра пышақпен кесіп шығамыз. Міне барлығын кесіп болғаннан кейін, сол үлкен қасығымыздың үстіне қамырымызды алып, кесіп алған тегістеп, жан-жағын және ортасын вилкамен тескілеп шығамыз. Қасықтарымызды табаға орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-17 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Барлығын міне бетін қызартып, пісіріп алдық. Енді жайлап қасықтан аламыз. Піскен тіске басарларымыздың үстінен кішкене ғана осылай сары май салып шығамыз. Оның үстінен қызыл икраларымызды осылай орналастырамыз. Міне қасық пішінді тіске басарларымыз дайын болды. Дастарханда өте ерекше, қонақтарыңызды таңғалдыратыны сөзсіз. Икраны қасығымен бірге жей береді. Келесі тіске басарымызды дайындаймыз. Бұл да өте жеңіл, тез жасалады. Қиярымызды ұзынша етіп, жұқалап, турап аламыз. Тіске басарымыздың салмасын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген қатты ірімшік пен үкіштен өткізілген жұмыртқаны салып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Салмасын қиярымыздың ішіне салып, жұқалап жағып, консервідегі шпрот балықтарын бір-бірден осылай қиярымыздың арасына салып, орап, роллы жасаймыз. Барлығын орап болғасын, бетінен ұсақтап туралған ас көкті сеуіп, әсемдейміз және тарелкамызға орналастырамыз. Міне біздің тіске басарымыз дайын. Енді мерекелік дастарханымызға творожный креммен дайындалатын шоколадный осындай бәлішімізді дайындаймыз. Ыдысымызға бір жұмыртқа және сүзбелі ірімшігімізді салып, қант салып, қаймақ салып, барлығын осындай блендермен араластырып шығамыз. Біздің сүзбелі массамыз дайын болды. Енді оны кондитерлік қалташаға барлығын салып аламыз. Кондитерлік қалташа болмаса, кез келген осындай мешокқа салсаңыз болады. 2 жұмыртқаға қант қосып,
миксермен жақсылап көтерілгенше, ағарғанша миксерлеп аламыз. Үстінен сұйық май және қаймақты қосып, тағы да бір миксерлейміз. Өлшеп алған ұнымызға қопсытқыш және какао салып араластырып, екіге бөліп салып, тағы да миксерлейміз. Бұндай сұйық қамыр шығу керек. Енді формамызды майлап, осы қамырымызды соған құямыз. Қамырымыздың үстінен сүзбелі массамызды узорлап құйып шығамыз. Шоколадты пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне өте дәмді, өте жеңіл жасалатын осындай пирогымыз дайын болды. Енді қағаз майлықты әдемі орау тәсілін сіздерге көрсететін боламын. Осындай кез келген қағаз майлықты алып, жоғары жағынан екі жаққа қарай, ішіне қарай үшбұрыштылаймыз. Теріс қаратып, жиегін астыңғы жағын бір бүктейміз. Енді осы ішіне қайтара видеодағыдай көрсетілгендей тағы да бүктеп шығамыз. Келесі бетіне аударып, астыңғы шығып тұрған бұрыштарын бүктеп, ішіне қарай кіргіземіз. Енді жоғары жағынан осы шапканың басын тағы да бір бүктейміз. Міне біздің әдемі орау тәсіліміз дайын болды. Осылай дастарханға қоя берсеңіздер болады. Достар, менің каналымнан қағаз майлықты басқаша тағы да әдемі етіп орау тәсілдерін көре аласыздар. Міне жаңа жылдық дастарханымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер.